Сәлем достар, бүгінгі шығарылымда Сион Соны режиссерлік еткен американдық фантастикалық триллер жанрындағы атыс шабысы көп, елес елінің тұтқындары атты фильміне шолу жасайтын боламыз. Басты рөлдерді Николас Кейдж бен София Бутелла сомдаған бұл кинокартина 2021 жылдың 17 қыркүйегінде әлем назарына ұсынған болатын. Ендеше экранға жайғасып отырсаңыздар, біз шолуымызды бастаймыз. Жапониялық банктердің біріне қарулы ұрлықшылар басып кіреді. Адамдар қорқып еденге жатуда, ал кассир қарақшыларға барлық ақшаларды береді. Тек бір балақай ғана олардан мүлде қорықпайды және тіпті зұлым көкелерін өзінің тәттілерімен сыйлағысы келеді. Біз жас әйелдер отырған көптеген торларды көреміз. Олардың үшеуі қашып кетеді. Бұл Бернис, Стелла және Нэнси. Олар басқа тұтқындармен қоштасып, біреудің көлігін ұрлайды да қаладан қашып кетеді. Бернис қандай да бір лашықтарда өзіне келеді және қарапайым манекеннен шошып кетеді. Ол өрт қалдықтарын көріп, әлдекімнің айқайларын естиді. Біз самурайлар қаласына ауысамыз. Онда Жапон мәдениеті мен жабайы батыстың элементтері біріктірілген. Мұнда аса қауіпті қылмыскерлерге арналған түрме бар. Онда біз фильмнің ең басында көрген ұрыны ұстап отыр. Шамасы ол сол банкты сол бойы тонай алмаған секілді. Бұл ер адамның есімін ешкім атамайды, сондықтан біз оны батыр деп атайтын боламыз. Қаланың көшесінде ақ костюм мен қалпақтағы губернатор пайда болады. Жиналғандар оны қошеметпен қарсы алады. Кісендеулі батырды да көшеге шығарады. Жергілікті қыздар оны келеке етіп, оған әртүрлі бұлап сөздерді жаудырады. Губернатор банкты тонау кезінде батыр өзінің сыбайласымен бірге 3 банкирдің, 2 күзетшінің және әлгі оларды тәттімен сыйламақ болған балақайдың өмірін қиғанын хабарлайды. Бұл ауқымды қылмыс, бірақ егер кейіпкер оның қашып кеткен немересі Бернисті тауып берсе, губернатор оны кешіруге дайын. Одан кісенді шешеді де, оған жаңа киімді береді. Губернатордың адамдары жолдан алыс емес жерде, елестер қаласы деп аталатын шөл дала бар екенін айтады. Ер адам оның немересін тура сол жерден іздеу керек деп ойлайды. Батырдың айналасында қылыштағы бірнеше салтты жекпе-жек өтеді. Батырдың комбинезонында жарылғышы бар арнайы қарға, ал қолдары мен шалбарында арнайы жарылғыш құрылғы бар. Егер ер адам Берниске қиянат жасайтын болса, өзінің костюмінен құтылуға тырысып көрсе, немесе қызды 5 күннің ішінде құтқармаса, жарылғыш оны қауіпке айналдырады. Батырға көліктің кілтін береді де елестер қаласына жібереді. Ол жолда 1-2 мәрте дрифт жасайды. Содан кейін көлігінен шығып, біреудің велосипедіне мінеді. Мұндай батылдық губернатордың Есудзиро есімді оққағарына қатты ұнайды. Батыр қаңыраған бос жолда кетіп бара жатыр. Алайда көп ұзамай оны Есудзиро қуып жетіп, көліктің кілтін лақтырады. 4 дөңгелекте ол 2 дөңгелекке қарағанда жылдам қозғалатын болады. Елестер қаласына кірер кезде біздің кейіпкерімізді мутацияға ұшыраған бір топ адам тежейді. Олар оны алдыға өткізбей жатыр. Сондықтан қошқар мүйіз әдісін қолдануға тура келеді. Өкінішке орай кейіпкерімізге бұл онша көмектеспейді. Ол апатқа ұшырап, мутанттардың тұтқынына тап болады. Елестер қаласының тұрғындары оны өздерінің секталарына алып, бір жаққа қарай сүйрейді. Көрші арбадан батыр жас қызды байқайды, бірақ бұл Бернис емес. Ол бұл жердің өте қорқынышты көрінетінін және кез келген адамды есінен адастырып жіберу мүмкін екенін көреді. Бірақ мұндай қорқынышты мутацияларға не себеп болды екен? Жақын арада біз мұны анықтайтын боламыз. Батырды уағызшылары бастаған әлдебір сектанттар қоршауға алады. Ол тағы да қызға қарайды. Ессіз оккультистер уақыттың алға жылжуына жол бермеу үшін үлкен сағатты бұзғысы келеді. Мутацияға ұшыраған адамдар кейіпкеріміздің қаны қызыл түсті екенін байқайды және оны бір жаққа алып кеткілері келеді. Алайда ер адам олардың жақындауларына жабайылықпен жол бермейді. Қаланың көшелерінде нағыз ессіздік жалғасуда. Батыр ең сыпайы адамды тауып алады да, оның есімі Енов екенін біледі және ол осы жабайы тайпаның көсемі. Кейіпкеріміз оған Бернистің суретін көрсетіп, оны қайдан табуға болатынын сұрайды. Тобырдың арасынан Нэнси суырылып шығады. Ол Стелланың үйіне қашып кеткенін, ал Бернистің осында қалғанын айтады. Оны манекендердің арасынан іздеу керек. Батыр барлық манекендерді тексеріп, олардың арасынан Бернисті табады. Жындылардың оны жібергілері жоқ. Оған қоса қызда олар секілді кішкене қуғын байлау сияқты көрініп тұр. Сектанттар оның сөйлесуді ұмытып қалғанын айтады. Батыр Бернисті өзімен ертеді. Қала тұрғындарының бір бөлігі оларды босатуға дайын, бірақ кейбіреулері жындардан қорқады. Олар Нэнсиді Бернистің орнына манекенге айналдыруды шешеді. Батыр қашып кеткен қызды үйіне жеткізу үшін жергілікті жындылардың бірінен жүк көлігін алғысы келеді. Ол Бернистен губернатор есту үшін микрофонға өз атын айтуын талап етеді, бірақ ол үндемейді.
Сонда батыр оның тамағынан ұстап алады. Оның комбинезонынан жарылғыш қауіпті түрде шиқылдай бастайды және ер адам қолдарын бірден алады. Батыр қыздан манекеннің бір бөлігін шешіп алады және оған қолбасындағы суды жұтқызады. Ол күледі және осы сәтте оның костюміндегі бомбалардың бірі іске қосылады. Ол инек тұсында орналасқан болатын және бұл өте жағымсыз. Ер адам жерге құлап, есін жоғалтады. Ол жынды лақап атты сыбайласымен бірге банкты тонауға шыққан сәтке оралады. Батыр сол күнді және оларға тәтті ұсынған балақайды егжей-тегжейіне дейін есіне түсіреді. Жынды жан-жаққа оқ жаудыра бастады. Соның қатарында тәттілер автоматына да. Батыр оның серігі нені білдіргенін көріп, оған атылды. Жойқын төбелес кезінде екеуі де банктен адам көп жүретін көшеге ұшып кетті және сол жерде оларды полиция ұстап алды. Жынды атуын жалғастырды, бірақ оны қолын артқа қайырып ұстап алды. Атыс кезінде көптеген жазықсыз адамдар, соның ішінде Бернистің анасы да зардап шекті. Оқиға орнынан губернатор пайда болып, қызды өзімен алып кетті. Батыр өзіне келіп, Бернистің сол бойы арбада жатқанын көреді. Ер адам оның анасының өліміне кінәлі екенін мойындайды, бірақ қыз бұған мүлде ешқалай жауап бермейді. Олардың қасынан мутанттар тобы пайда болады. Олар батырға атылады және Бернисті ұрлап кетуге тырысуда. Ер адамның тағы да бір жарылғыш құрылғысы іске қосылады және мутанттар жан-жаққа қаша жөнеледі. Батыр тағы да жерге құлайды. Ол сектанттардың қандай да бір жиналысында есін жияды. Олардың барлығы үлкен сағатқа қарап тұр және түсініксіз тілде біртүрлі дұға оқиды. Батыр Бернистің қасында тұр. Біз Элестер қаласының тарихын білетін боламыз. Жапонияның бұл аймағы әлдеқашан қирап, карантинге жабылған. Көп жылдар бұрын мұнда апат орын алып, оның нәтижесінде ядролық қалдықтар лақтырылды. Мұнда қалдықтарды таситын көліктер мен түрме автобусы соқтығысқан. Сондықтан мұнда жындылар мен мутанттар өмір сүріп жатыр. Бұл радиация мен ядролық апаттың салдары. Батыр жергілікті діни қызметкерден бұл жерден қалай шығуға болатынын сұрайды, бірақ өзінің сұрағына жауап ала алмайды. Оның аз уақыты қалды. Бернис ақыры өзіне келіп сөйлей бастайды. Губернатор Батырдың костюміндегі жарылғышты іске қосып жібермеу үшін ол өзінің атын микрофонға айқайлап айтуда. Бұл іске асады. Олардың үйге оралуларына 2 күні бар. Губернатор басқа жас қыздардың арасында көңіл көтеріп жатыр. Ол олардың барлығын өзінің немерелерін деп атайды, бірақ біз негізі олай емес екенін түсінеміз. Барлығынан қатты ер адам Сьюзи есімді қызды қинайды. Ер адамға қашқын қыздардың бірі Стелланы тапқандарын хабарлайды. Губернатор өзінің оққа қарай Есудзироға оны жазалауды бұйырады. Ер адам өзінің катанасын шығарады. Бұл уақытта Элестер қаласында Енох өзінің кезекті уағызын оқып жатыр. Бернис пайда болып, біздің кейіпкеріміздің өліп қалғанын айтып айқайлайды, бірақ негізінде олай емес. Ол жай ғана тым ұзақ уақыт бойы есінен танып жатқан. Ер адам аяғына тұрғанда барлығы Батырдың оралғанын айтып айқайлайды. Ол осында орын алған катаклизмге кінәлі екенін мойындайды және Элестер қаласының тұрғындарын губернаторға қарсы шығуға шақырады. Біз самурайлар қаласына қайтамыз. Ондаған қыздар өздерінің темір торларында отыр және губернатордың адамдары оларды мазақ етуде. Есудзироға бұл мүлде ұнамайды және ол тағы да қолына өзінің катанасын алады. Ер адам байғұс қыздарға араша түсіп, оларды ренжіткендердің барлығын шашып тастайды. Бернис қорқынышты түстен оянады. Түсінде оны манекенге айналдырып жібермек болған. Күндіз ол жергілікті балалармен әңгімелесіп, оларды бұл қорқынышты жерден алысыраққа алып кетуге уәде береді. Батыр пайда болып, олардың жолға шығатын уақыттары келгенін мәлімдейді. Ол Элестер қаласының барша тұрғындарына сөз сөйлейді және оларға өз таңдауларын жасауды ұсынады. Осында қалу, немесе губернаторға қарсы революцияға қатысу. Жергілікті егеуқұйрықтар отряды Батырға көмектесуге келіседі және бірнеше көлікті жөндейді. Көп ұзамай оларға көптеген тұрғындар қосылады. Жұмыс тіпті түнде де тоқтамайды. Жергілікті балалардың қуаныштарында шек жоқ, өйткені олар шытырмандарды жақсы көреді. Батыр жараланған қолын бекітіп, Берниспен және Елес қаласының басқа да тұрғындарымен бірге жолға шығады. Ол тіпті басына дулыға киіп алады, дегенмен бұл оны жарылғыштан құтқара қоймас. Біздің кейіпкеріміздің жолынан оның бұрынғы сыбайласы пайда болады, Псих лақап атты қарақшы. Ол мутацияға қатты ұшыраған және айтарлықтай қорқынышты көрінеді. Батыр Психтің түрме автобусында болғанын, оның ядролық қалдықтарды тасымалдайтын көлікпен соқтығысқанын түсінеді. Шамасы бұл апатқа тура Психтің өзі кінәлі секілді. Псих Батырды сатқындық үшін айыптайды. Ал Батыр мұншалықты қатыгез болуға болмайтынын айтады. Иә, ұрлауға болады, бірақ адамдарды неліктен өмірінен айыру керек. Псих барлық келеңсіздіктерге тек губернатордың кінәлі екенін айтады.
Ер адам батырға адамдарға жасаған барлық зұлымдықтар үшін осы арамзадан жекелей кек алуды ұсынады. Аспанда тағы да бір ядролық саңырау құлақ пайда болады. Адамдар оған үреймен әрі үмітпен қарап тұр. Бұл арада самурайлар қаласында губернатор барлығына өзінің ең керемет және ықпалды екенін дәлелдеуді жалғастыруда. Бұл ер адам өзінің нағыз құдай екеніне сенімді. Жұртшылық оған қолдау көрсетеді және тек Сьюзи ғана өзінің азаптаушысына қараудан бас тартады. Батыр мен Бернис самурайлар қаласына оралады. Оларды бірден күзетшілер қоршауға алады. Губернатор қашып кеткен немересін көруге өте қуанышты кейіп танытады. Батыр оның жарлығыш орнатылған костюмін шешуді талап етеді. Губернатор мұны жасаудан бас тартады және сонда батыр Бернисті кепілге алады. Осыншама ақылсыздықтан шаршаған Сьюзи пулеметке қарай жүгіріп, губернатордың бірнеше оқ қағарын жайратып салады. Өкінішке орай ашу үстінде ол қай жаққа атып жатқанына қарамайды және жерге өте көп адамдар құлайды. Соның ішінде оның бұрынғы құрбылары да. Батыр бұл ет тартқышқа қосыла кетеді. Ол керемет төбелесіп, бүкіл тобырға қарсы тұрады. Бернис жаралы Сьюзиді құтқарғалы жатыр, алайда губернатордың адамдары оны өткізбейді. Сонда Есудзиро оған көмекке атылады. Бернис Сьюзиді қауіпсіз жерде қалдырып кері оралады. Онда қыз катананы ұстап, ол да төбелес өнерінің ғажайыптарын көрсетеді. Батыр Есудзиромен қақтығысады және жұдырықтасу мен семсерлесу кезінде оны жеңеді. Губернатор өзінің гареміне оралып, барлық қыздар одан кетіп бара жатқанын көреді. Ол одан жорғалап қашып кетуге тырысып жатқан жаралы Сьюзиді тауып алады. Тапаншасымен бірге Бернис пайда болады. Губернатор оған жағымсыз сөздерді жаудырады және осы үшін бірнеше оқты қабылдайды. Басты зұлым енді жоқ. Батыр одан өзінің костюмінің кілтін алады және өзінің жарылғыш құрылғысын өшіреді. Енді барша Елес қаласының тұрғындары бостандықта және қалаған жақтарына бара алады. Олардың барлығы атып жеткізе алмайтындай бақытты. Үлкен сағаттың тілшелері қайта қозғала бастайды, ал сосын қирайды. Батыр, Бернис пен Сьюзи самурайлар қаласында жаңа өмірдің басталып келе жатқанын бақылап отыр. Арнаға жазылмаған болсаңыз, арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.